Сәлем балалар, 3 сынып, әдебиеттік оқу, 5 сабақ, құмырсқаның қанағаты тақырыбы. 1 тапсырмаға назар аудар. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Осы сөздер қай шығарманы есіңе түсіреді? Әр қайсысы туралы өз ойыңды білдір. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Бұл сөздер Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» шығармасын еске түсіреді. Талап, еңбек, терең ой, қанағат пен рақым адам бойындағы ең ізгі қасиеттерден болып саналады. 2 тапсырма, ертегіні түсініп оқы. Құмырсқаның қанағаты. Ертегі. Ертеде бір ғұлама болыпты. Ол барлық халықтың, жан-жануарлардың, жәндіктің, өсімдіктің тілін түгел біледі екен. Bir күні ғұлама бақ ішінде келе жатып, құмырсқаның илеуіне тап болады. Ол бір құмырсқаны ұстап алады да, «Сенің белің неге жіңішке?» деп сұрайды. «Қомағай емеспін», дейді құмырсқа. «Егер саған бидайдың бір дәнін берсем, қаншаға жеткізер едің?» деп сұрайды. «1 жылға жеткізер едім», депті құмырсқа. Ғұлама құмырсқаны сауытқа салып, қасына бидайдың бір дәнін қояды. 1 жыл өткен соң сауытты алып қараса, құмырсқа бір қырынан бүк түсіп, қимылсыз жатыр екен. Қасында бидай дәнінің жартысы қалыпты. Әрі-беріден кейін бірте-бірте мұртын, аяғын қимылдатады да, құмырсқа орнынан тұрады. «1 дән маған 1 жылға жетеді деп едің. Жыл өтті, ал сен дәннің жартысын ғана жепсің. Оның қалай?» деп сұрайды ғұлама. «Иә, ол дәнді 1 жылда жеп бітірсем, қазір менің халім әлде қайда жақсы болған болар еді. Бірақ сен 1 жылдан кейін мені босатуды ұмытып кетсең, онда мен бостан-босқа аштан өлген болар едім. Сол себепті 1 жыл бойы жарты дәнді қанағат қылдым», деп жауап береді құмырсқа. Ғұлама құмырсқаның шыдамдылығы мен қанағатына қайран қалыпты. Содан кейін ғұлама қанағаттық қасиетін адам баласына үйретіпті. Балалар сөзі 100 томдық 73 томнан алынған. 3 тапсырма, оқылған мәтіндеріңе сүйеніп, құмырсқаны сипаттап жаз. Мәтіннің аты: Крылов, шегіртке мен құмырсқа. Бұл мәтіннің түрі мысал. Құмырсқаның сипаты еңбекқор. Келесі мәтін құмырсқаның қанағаты. Құмырсқаның қанағаты ертегі болып табылады. Мұндағы құмырсқаның сипаты шыдамды әрі қанағатшыл құмырсқа. 4 тапсырма. Сенің бойыңда осы аталған сипаттар бар ма? Бір-біріңмен пікірлес. Еңбекқорлық. Иә, ал шыдамдылық та бар. Ал балақай, сен өз парталасыңнан сұрап көр. Осындай сипаттар бар ма? 5 жаттығу. Ертегілердің қандай түрлері болатынын есіңе түсір. Берілген ертегі қай топқа жататынын айт. Ертегілер. Ертегілер жан-жануарлар, қиял ғажайып, тұрмыс салт ертегілер болып 3 түрге бөлінеді. Ал бізге берілген құмырсқа туралы ертегі ол жан-жануарлар ертегілеріне жатады.
Алтыншы тапсырма. Суретке қарап, ертегіні әңгімеле және жоспар құр. Жоспар. Ғұлама мен құмырсқаның әңгімесі. Ғұламаның әрекеті және құмырсқаның шыдамдылығы. Ал балақай осы жоспар бойынша тыңдаған ертегіңді әңгімелеп бер. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және де осы каналға тіркеліп алыңдар.